Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен қарын тазалаймыз. Бұл қарын менде сиырдікі. Қазіргі таңда қарынды неше түрлі әдістермен тазалайды. Коламен, лимонная кислотамен. Мен әдісім қарапайым. Қайнап тұрған бір чайнек суымызды алып, қарын батқанша етіп құйып қоямыз. Бұл қарын менде 8-10 минуттай тұрады. Пісіп қалмайды, бабында күшті болып тұрады, тазалауға ыңғайлы болып. Міне менің қарным дайын. Өте керемет алынып жатыр. Мына қарынның бүрлері. Екі қолмен тазалайын десем, менің бір қолымда камера болып, сол үшін ыңғайсыздау болып тұр. Бірақ деген өте керемет болып тұр қарнымыз. Өте жақсы тазаланып жатыр. Міне дайын болған қарным. Енді осы қарынды тұзды суға 1-2 саатқа салып қоямыз, иісі кетуі үшін. Оны алып, кесіп, салафандарымызға салып, мұздатқышымызға саламыз. Ас болсын.